қанша барлық нәрсеге бүгін бізге әлеуметтік желіден көріп Абылбек деген жігіт келді. 30 жаста екен. Диагностикадан түсті. Біраз нәрсесін анықтады, дәл анықтап берді. Өз ойлап жүрген нәрсемен сәйкес келді. Енді Абылбек қалай аппаратқа көңіл күй ұнады ма, не ұнады? Осы жерге келіңіз, диагностикалық орталыққа келіңіз, жақсы орталық екен. Мен негені жақсы тапты, көңілім толды. Осы аппарат білмеген нәрселерді бәрін осы диагностикалық орталықтан білдім. Сізге кеңес беремін, осы диагностикалық орталыққа келуіңізді кеңес беремін. Жақсы қарайды екен, дәрігерлер түсіндіріп айтады екен, қай жеріңіз ауырады, қай жеріңіз мазалайды, сіз бәрін түсіндіреді екен. Мен TikToktан көріп келген адаммын ғой, негізі. Жақсы қарайды, осы диагностика жақсы түсіреді екен. Жақсы диагностикалық орталық. Енді қараңыз, сіз енді бізге дейін қанша клиникаға бардыңыз, біраз жерге бардыңыз. Біраз клиникаға барған адам, медцентрлерге бардым, ештеңе таппадым, не қылмады. Мен сосын осы диагностикалық орталыққа келіп қаралдым. Жақсы медцентр неден қарағанда осы жер жақсы маған түсіндіріп тауып берді дәрігерлерді. Ауыратын не қылатын жерлерді тауып берді осы диагностикалық орталыққа. Сонда достар, сіздерде ақшаларыңыз үнемдеп қалып, жаңағы кабинетке шашылмай, осы аппаратқа келіңіздер, диагностиканы түсіңіздер. Яғни бұл жігіт денсаулыққа қаншама ақша, қаншама энергия, қаншама нерв құрып тастады. Сол келіп біз аппаратпен түсіп, екі-ақ жерде мәселе бар екен, сол екі жердегі мәселені дәл анықтап беріп бұйыртса, бұл жігіт бізбен бірге біз ем шарамен емделетін болады. Сіздерде келіңіздер.